Чунцин қаласы. Аспан мен жердің арасында тұрған таулы шаһар. Үйлері төбелерге өрмелеп, өзендері қаланың ішінен өтеді. 18 жасар Ли Вэй осы қаланың ескі ауданында 9 қабатты үйдің 4-ші қабатында тұрады. Ол кәдімгі колледж студенті. Бойы орташа, шашы қара, көзі жігерлі. Күндердің бір күнде ол сағат таңғы 10-15-те студенттік асханада тамақтанып отыр. Қасында досы Чен Вэй, қарсысында бір қыз аты Хан Мэй, бәрі күліп әңгімелесіп жатыр. Кенеттен бәрі тоқтайды. Ли Вэйдің қолындағы қасық ауада ілулі тұр. Чен Вэйдің көзқарасы қатып қалған. Асханадағы әңгіме, шыны сыбырлауы, тіпті шыбынның даусы да үзілді. Тек Ли Вэй ғана қозғала алады. Ол орнынан тұрып досының алдында қолын бұлғайды, еш реакция. Не болды? Мен жалғыз қозғалып тұрмын ба дейді ол іштей. Қолындағы сағатына қарайды, сандары тоқтап 10-15-те қатып қалған. Ол асханадан шығып аулаға жүгіреді. Бүкіл Чунцин мүсін секілді. Көліктер қозғалыссыз, адамдар қимылсыз, тіпті аспандағы бұлттар да қозғалмайды. Таңғажайып, Ли Вэй қаланың бойында жалғыз тірі жан. Ол алғашында қатты қорқады. Мен түс көріп тұрмын ба? Әлде өліп қалдым ба? Дейді. Бірақ өзін қысып көреді, ауырады. Тірі ол ақырындап тынышталып айналаны зерттей бастайды. Қаланың шетінде бір түрлі жарық байқайды. Солтүстік шығысқа қарай көк жалын тәрізді нәрсе көтеріліп тұр. Ли Вэй солай қарай жүреді. Жолда ол бір тоқтаған әйелдің қолынан сөмкесін түсіріп қойғанын көреді. Сөмкенің ауада ілініп тұрғаны ешқашан көрмеген көрініс. Ол сөмкені алып әйелдің қолына бекітіп қояды. Егер уақыт қозғалса, ол сөмкенің түспегенін байқайды дейді. Бұл кішкентай жақсылық еді. Бірақ оның жүрегі жылып әрі қарай жүгіреді. Қала шетіндегі ескі тоқыма фабрикасына келеді. Фабрика жабылып, қабырғаларында суреттер сызылып, есіктері тесіліп қалған. Ішінен көгілдір жарық тарап тұр. Ли Вэй есікті ашып кіреді. Залдың ортасында үлкен айналмалы механизм бар. Ол ақырын айналып, жасыл және көк сәулелер шашып тұр. Механизмнің бетінде үлкен дисплей, уақыт қозғалтқышы. Қуат деңгейі 15. Болжалды қалған уақыт 28 минут, реалды уақыт. Қозғалтқыш тоқтаған жағдайда уақыт мәңгі тоқтап қалады. Ли Вэй бұл сөздерді оқып қатты сасады. Бұл не деген идиоттық? Әлемнің тағдыры осы механизмге байланысты ма? Дейді ол ашуланып. Дурақ қой, осы механизмді кім жасады? Бірақ уақыт өте аяусыз. Ол механизмнің айналасын қарап, мынаны байқайды. Қозғалтқыштың солтүстік бөлігінде 3 тетік сынып тұр. Оларды дұрыс орнына салу керек. Ал дисплейдің астында қаланың түрлі нүктелері көрсетілген карта бар. Картада 5 нүкте белгіленген. Фабрика, негізгі, 2-ші оңтүстіктегі мұнара, 3-ші көпір асты, шығыс парк, 5 түбі. Көмекші жазба, тек таңдалған адам қозғала алады. Ол 28 минут ішінде барлық тетіктерді орнына келтіруі керек. Әрбір тетік басқа механизмнің бөлігі. Егер бір жерде қателессе, уақыт толқыны бүкіл әлемді жояды. Ли Вэй мен ненің таңдалған адаммын? Мен ешқандай батыр емеспін, қарапайым студентпін дейді. Бірақ басқа ешкім жоқ. Тек өзі ғана. Ол тез арада шешім қабылдайды. Алдымен оңтүстіктегі мұнараға жүгіреді. Мұнара биік, 30 қабат ескі үй. Ли Вэй баспалдақпен өрмелейді. Тынысы тарығып, аяғы шаршайды, бірақ тоқтамайды. Мұнараның басында кішкентай металл жәшік жасырылған. Оның ішінде тетік мыс түсті бұранда. Ли Вэй оны алып дисплейдегі нұсқау бойынша дұрыс жағына бұрайды. Жасыл шатыр жанып дисплейде 1-ші тетік орында деген жазу пайда болады. Ол төмен түсіп, енді батыстағы көпірге қарай жүгіреді. Көпір Цзялинцзян өзенінің үстіндегі ескі доға көпір. Оның астына түсу үшін судың үстімен жүру керек. Уақыт тоқтағандықтан суда тоқтап, мұздай қатқан. Ли Вэй басымен суға түспей, үстімен ақырын басып жүреді. 80 метрдей өткен соң көпір астында көк жылтыраған қорапша көреді. Оны ашып, ішіндегі 2-ші тетікті бұрайды. Дисплей 2-ші тетік орнында. Бірақ көпірдің астынан шығарда оның аяғы тайып құлап кете жаздайды.
Қолын сүйеп алақанын жарақаттайды. Қан тамшылары ауада тоқтап тұр, таңқаларлық көрініс. Ли Вэй тісін тістеп жүгіре береді. Үшінші механизм шығыс паркінде. Бұл парк бұрын балалар ойнайтын орын болған, қазір тасталған. Сәт емес, паркке келіп тетіктің қорапшасын ашқанда, оның іші бүлінген. Белгісіз біреу оны бұзып тастаған. Бұрандалар шашылып, кейбір тетіктер сынған. Ли Вэй, мынау идиот қой. Кім айналып осылай істейді? Деп ашуланады. Ол жерден сынықтарды жинап, бұрандаларды дұрыстап орнатуға тырысады. 2 рет қателесіп, дисплей қате, қайталаңыз деп жыпылықтайды. Ли Вэй терін сүртіп тағы тырысады. 3 ретінде дұрыс құрастырады. Дисплей 3 тетік орында. Қалған уақыт 12 минут. Ол жеңіл дем алады. 4-ші механизм солтүстіктегі көне храмда. Храм бұл тайпалық дәуірден қалған, бірнеше рет өртеніп қайта салынған орын. Ли Вэй храмға жүгіріп келіп есікті ашады. Ортада тас тақтаның үстінде 4-ші қорапша тұр. Оның жанында бір хат жатыр. Таңдалған адам, сен 3 тетікті тауып орнаттың. Бірақ ең қиыны алда. 5-ші тетік өзен түбінде. Оны жөндеу үшін суға түсіп, ең жылдам әрі ең дәл болуың керек. Егер суда қателессең, уақыт толқыны сені бірінші боп жояды. Естеріңде болсын, таңдау әрқашан сенікі. Ли Вэй 4-ші тетікті бұрай салады. Дисплейде 4-ші тетік орында. Қалған уақыт 7 минут. 5-ші тетікке өтіңіз. Ол храмнан жүгіріп шығып, өзенге қарай жүреді. Өзен жағасына жеткенде Ли Вэй біраз тоқтап ойланады. Ол суға түсуге қорқады, суық, терең, әрі тетікті іздеп табу оңай емес. Бірақ басқа жол жоқ. Ол тынысын жинап, көйлегін шешіп суға секіреді. Су мұздай суық. Терісі күйдіріп, аяқ-қолы ұйып барады. Ол сүңгіп, өзен түбіне қарай жүзеді. Су астында жарық жоқ, тек қараңғылық. Ли Вэй қолын сипалай отырып түбін іздейді. Кенет оның саусағы бір металл нәрсеге тиеді. Бұл 5-ші қорапша. Оны ашып көрсе, ішінде 3 түрлі тетік бар, бірақ олардың байланысы дұрыс емес. Ол су астында демін ұстап тетіктерді қайта орналастыруға кіріседі. Біріншісін бұрайды, дұрыс емес. Екіншісін ауыстырады, дұрыс емес. Өкпесінде ауа таусылады. Ол жоғары көтеріліп тыныс алады да қайта сүңгиді. Егер қателессем, бәріміз жойыламыз. Мен жай студентпін, менің ойымша, мен мынаны шеше алмаймын дейді іштей. Бірақ бір сәтте есіне ескі әкесін түсіреді. Әкесі оған жиі айтатын, қорқатын кезде терең тыныс алда, ішіңнен мен күштімін деп сана. Ли Вэй көзін жұмып, терең тыныс алады. Сосын бір шешімге келіп, тетіктерді былай орналастырады. Үлкені оңға, кішісі солға, орташасы ортаға. Қорапша сылдырап, көгілдір жарықты шығарады. Дұрыс болды. Ол жылдам жоғары көтеріліп жағаға шығады. Дисплей 5-ші тетік орында. Қозғалтқыш қайта іске қосылады. Уақыт 10 секундтан кейін жүреді. Ли Вэй жағада тұрып, дірілдеп, суықтан қатып барады. Санау 10, 9, 8. Ол айналасына қарайды. Тоқтаған көліктер, тоқтаған адамдар. Тоқтаған көбелектер. 5, 4, 3. Ол күледі. 2, 1, 0. Кенеттен бүкіл қала қозғалады. Көліктер жүреді, адамдар сөйлейді, өзен ағып, аспандағы құстар ұшады. Ли Вэй дымқыл, суық, шаршаған күйінде жағада отыр. Бір ана баласымен жағалап келе жатып, оны көріп, бала, сен неге суда болдың? Суық тиіп қаласың, дейді. Ли Вэй күліп, жуынып алдым, апай. Бәрі жақсы дейді. Ол үйіне қайтады. Жуынып таза киім киіп, анасы әзірлеген сорпаны ішеді. Анасы оның алақанын көріп, мынау не? Соғыстың ба? дейді. Ли Вэй, жығылып алдым, бір идиот бала банка тастап кетті деп әзілдейді. Түнде ол төсекте жатып ойлайды, ол дәл қазір бүкіл әлемді құтқарды. Бірақ ешкім. Тек өзі ғана. Ол қолындағы сағатына қарайды. Сағат жүріп тұр.
Кенеттен сағаттың жанында кішкентай жазу пайда болады. Келесі апат 45 күннен кейін. Дайын бол, таңдалған адам. Ли Вэй қатты қобалжиды. Бірақ бір сәтте тынышталады. Ол енді біледі, уақыт тоқтаса да ол өз күшіне сенеді. Ертең таңертең ол колледжге барып досы Чен Вэймен кездеседі. Чен Вэй, кеше асханадан кенет кетіп қалдың. Не болды деп сұрайды. Ли Вэй, ештеңе, түс көріп едім. Біздің өміріміз бір секундтық тоқтау. Чен Вэй түсінбей, сен мынау дурақсың деп күледі. Ли Вэй де күледі. Ол бүкіл күнді басқалармен бірге күліп сөйлесіп өткізеді. Тек іштей біледі, 45 күннен кейін тағы сынақ болады. Бірақ қазір ол тірі, бұл жерде, мына сәтте. Уақыт тоқтағанда да жүрек соғысының өзі үлкен ғажайып.